Жігіттер ашық айтамыз. Әйел кісілер сіздің бюджетіңізді білу міндетті емес. Орыстар не дейді? Қанша аз білсең, көп өмір сүресің дей ма? Не істейсің де? Сен маған списканы айтты. Үйге не керек де? Продукт керек па? Киім керек па? Тамақ керек па? Не керек де? Болды. Маған жазып жібер, мен саған әкеп беремін де. Қанша ақшаң бар шотыңда? Не істеп жатсың? Бауырлар, отчет бермеңіздер. Отчет бермеу керек деген сөз отбасыңды сақтап қалудың бір жолы осы қазір заманда. Ашық айтайын сіздерге. Отчетті кімге бересіздер? Отчет екі адамға бересің. Біреуін бастығыңа бересің, біреуін әкеңе бересің. Сұраса, әке осындай болып жатыр, мынандай болып жатыр шаруалар деп. Ал әйел адам не? Өзінің шаруасымен айналыссын. Сөзі отбасы мықты болады, отбасы тыныш болады. Бұл ақша деген бәле бұл. Ақша бұзып жатыр адамдарды қазір. Неге дейді, алдыңда мынандай айлық ет дейді, кейін неге ақшаң азайып қалды деп проблема шығып жатыр да отбасында әйел мен ерлі зайыптылардың арасында. Ана жігіт анаған отчет беріп үлгере алмай жатыр. Түсінесің ғой, өткенде сөйттім, ана мешітке көмектесіп келемін. Ол дейді, нең бар мешітке көмектесіп дейді. Тыныш жүрмейсің ба? Жағдайым өзің мынау болатын кезде өзіңді жарылқамайсың ба дейді. Неге біреу жарылқайсың дейді, отбасыңнан бастамайсың. О, не уағыз етеді оларда? Не деген уағыздар келіп жатыр ғой? Сол үшін бауырлар, қара көздеріміз аман болсын. Және қайталап дұрыс түсініңіздер жігіттер. Отбасымыз аманат бізге. Сол отбасымызда ер азаматтың әрбір істеп жатқан сауабы әйел кісінің де істеп жатқан сауабы деп білсін. Ертең қияметте сол ер азаматтың еңсесі биік болса, автомат түрде әйелдің еңсесі де биік болып тұра береді. Алланың әділдігі бұл. Әйелдер ойлауы мүмкін да, әйел кісілер. Біз үйде отыра береміз бе? Сауаптан махрұм қалып жатырмыз ғой. Мына байларымыз шапқылап мешітке көмектеседі, қажылыққа барады, үйтеді, сөйтеді, бүйтеді, бізше деп ойлап қалмасын. Әрине оларды қажылыққа алып бару керек. Бірақ мынандай сырттағы шаруаларда ер азамат қандай жетістікке жетіп жатыр, автоматты түрде соның жанында кімде жетіп жатыр? Әйел кісілер де жетіп. Олардың шетінде де Алла сауап бере береді осылай. Неге? Ортада неке деген мәселе бар. Сол неке арқылы оның да өзінің өмірдегі сол бюджеті сенің бюджетіңе қосылып кетеді да, баракат. Сен берекелі ақшаға айнала береді дейді ғалымдар.